Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Турбоқазақ және де достар үлкен жаттығу залын салатын боламыз. кеттік. Міне қараңдар достар, біз уже ойынға кірдік и бізге осындай база салынды. Йо-майо, біз осындай күшті картада пайда болдық. Мына әдемілікті қараңдар достар, мына әдемілікті қараңдар. Йо-майо, и бұйырса достар, дәл осы жерде біз ең үлкен жаттығу залын салатын боламыз. Итак, біздің мына жерде осындай табличкамыз. Бұл табличканың ішінде біздің жалпы жаттығу залымыздың рейтингі жазылып тұратын болады. Енді алдымен осылай жайлап біздің базамызға кіреміз и бастаймыз достар. Мынаны қараңдар. Осы үлкен жаттығу залын біз одан да үлкен қылып күшті бизнеске айналдыру керек. Әзірше бізде $175 бар және build дегенді басамыз. И мынаяқта екі зат бар. Receptionist деген бар. Бұл бізде адам немесе бар. Так, біздер достар ең бірінші болып reception'ды аламыз. Reception сатып аламыз да, и бұны қай жерге қойсақ болады? Бұны осы жерге қоямыз. Есіктің дәл алдына қою керек. Міне. И қараңдар, уже бірінші зат ашылды бізде достар. Қазір мынаяқта exit'ті басамыз, қайтадан build'қа кіреміз и machines деген басамыз да, и deep station дейді. Deep station бұл бізде Бруся деп атауға болады. Бұны біз мына жерге қоямыз достар. Осы жерге қояйық. Болды. Exit'ті басамыз и қараңдар достар, міне бірінші адамымыз келді. Давай досым, сен не? Досым, сен жаттығуға келдің ба? Окей. Давай, кел. Ойбай, мынау кетіп қалды ғой. Мынау кетіп қалды ғой. Неге кетіп қалды? Жақсы, как көретін боламыз. Так, міне бірінші адамымыз келді. Привет, привет. Давай клик картасын аламыз. Және оны осылай кіргізіп, сканировать етеміз. Болды. И қайтарып береміз. Молодец. Все, давай барып качаться ете бер. Әне достар, қараңдар, жаттығу жасап, міне кетіп қалды. Шынымен кәдімгідей өзіміздің бизнесіміз басталып жатыр. Так, достар, міне екінші адамымыз келді. Сәлем, сәлем. Так, картасын қабылдаймыз, оны кіргіземіз, картасын тексереміз и ақшасын алып, ары қарай кіргіземіз. Давай, жаттығай бер досым. Бізге $12 түсті, и содан кейін тағы да $5 қазір түседі. О, екінші левелға жеттік достар. Өте күшті, өте күшті. Тағы да қазір адамдарды күте тұрамыз. О, үшінші адам келді. Бұл жолы қыз келді. Сәлем, сәлем. Сені де кіргізейік. Осылай сканировать етеміз оның да картасын, қабылдаймыз, оплата аламыз и барып жаттығай бер досым. Так, енді бізде $146 болды. Давайте build'қа кірейік, receptions'қа. Бізге адам алу керек негізі. Адам алу керек, receptionist деген басу керек. Қазір көрейікші. Менеджері қанша теңге тұрады? Ойбай, әзірше так, қайтадан адамды қабылдаймыз. Әзірше өзіміз жасаймыз. Басқа бізде вариант жоқ. Негізі осы жерге адамды алып қойған дұрыс бізге. Так, болды. Әзірше ол кетті жұмыс жасауға. Біз әзірше тұрайық, көрейік. Так, workers деген бар екен. Міне, height worker дейді. Speed. Кеттік, осыны алайықшы. Так, бұл қайда енді? О, міне, қараңдар достар. Енді біздің орнымызға осындай адамды жалдадық. Көрдіңдер ба? Енді бұл барлық оплатаны осы адам қабылдайтын болады. Мына қараңдар достар. Бізде бір зат түсіп қалды, и мен оны кәдімгідей алып тастадым. И соған бізге $10 берді жап-жаңа. Біздің бизнесіміз өте күшті болып жатыр. Әзірше бізде 3 адам бар, бірақ біз қазір бизнесімізді көбейту керекпіз достар. Так, бізде тағы да ойбай, мынау сынып қалыпты. Мынау сынып қалыпты, оны қазір біздер жөндейміз. Міне осылай жөндейміз и болды, жөнделді. Мыняққа тағы да зат біреу түсіріп алған. Кім бұны түсіріп алған? Қалай түсіріп алды? Біз дәл қазір болдық қой қасымызда. Жоқ болды ғой бұл. Тағы да бір зат түсіріп қалған. Так, жақсы, оған адам алу керек сияқты достар. Бұған адам алу керек сияқты, потому что так, мор деген бар. Суды алсақ, қай жерге қойсақ болады суды? Суды осы жерге қояйық достар. Бұл бізде су ішетін жер болады, яғни адам келіп, осы жерден су ішуге болады. Так, мынаяқтан қайтадан біреу су төгіп алыпты. Кім су төге беретінін мен түсінбеймін. Қалай су төге аласыңдар, бұны мен де түсінбеймін. Так, біз пока что достар өзіміздің жаттығу залын жаба тұрайық. Себебі бізге бір заттарды өзгерту керек, бірнеше заттарды. Так, біздің жаттығу залымыздың аты Турбоқазақ фитнес деп қояйық достар. Турбоқазақ фитнес деп қойдық. Болды. Енді бізде 2 жұлдыз пайда болды. Көрдіңдер ма? Достар, біздер мынаны өзгерту керекпіз. Мына заттарды осы жерге қояйық, осы үшеуінде. Так, бұны алып move деп қоямыз да, и осы жерге қоямыз. Үшеуінде осы жерге қояйық. Енді бізге, так, мынаны жинап алайық мына жерді. Біреу қайтадан су төгіп алыпты. Қалай су төге береді, мен оны білмеймін. Жаттығу залын ашатын боламыз. Болды, жаттығу залымыз қайтадан ашық достар. Келе берсеңдер болады. Осындай біздің су ішетін жеріміз бар. Әзірше бір адамды қабылдап, сонда бізге 3-ші уровень беретін болады. Дұрыс па? Иә, дұрыс сияқты. Так, әзірше екінші не салсақ та болады?
екінші ресепшн салып қойсақ та болады деген ойдамын. Солай жасаймыз ба, әлде солай жасамаймыз ба, білмеймін. Болды достар, 4-ші уровеньге жеттік. Енді қазір біз қайтадан жаба тұрамыз. Өзіміздің джиміміз, жаттығу залын кешіріңдер. Енді бізге кішкене өзгерту керек. Ойбай, сен қайда кетіп қаттың? Мә су ішейін деп жатыр ма? Кәдімгідей су ішеді екен ғой, ойлаңдаршы. Мынаны move дегенді басамыз и бұны кішкене артқа қарай ысыртамыз. Міне, осы жаққа қарай. Сосын барып, тағы да бір ресепшн алу керек бізге. Бұны да осы жерге қою керек достар. И тағы біреуін қойсақ болады осы жаққа қарай. 3 ресепшн қоямыз ба, или қоймаймыз ба? Қойық достар. Әзірше қойық, потому что уровеніміз жетпейді. Жоқ, күте тұрың. Так, бізге мынау мешать етіп тұр. Мынаны алып тастау керек. Так, мынаны тез жинап тастаймыз. Мына су қайда пайда болатынын мен білмеймін, бірақ шыны керек. Ресепшнға кіреміз и үшіншісін сатып аламыз. Ал жоқ, лимит дейді ғой. Лимит, значит, бізге одан да көп болмайды. Так, мынау бізде не деп тұр? Start work. Керек емес әзірше start work. Короче, бізде 3 түрлі адам бар екен, достар. Біріншісі ресепшонист. Ол яғни ресепшонист. Бұл бізде осылай кассада тұрып, заказдарды қабылдайтын болады. Ал екіншісі бұл бізде осындай janitors дейді. Janitors деген ол осы жаңағы бізде заттар болып жатыр да, су ағып кеткен, соларды жинайды. Соның біреуін алайық, достар. Міне, енді бізде бір janitors уборщик бар. Енді уборщик сразу су ішеді, хорошо. И бізде механик бар. Механик бізге бұл осы брусьялар сынып қалса жауап беретін болады оған. Так, біздер әзірше механик пока что керек емес, немесе керек па? Или давайте, лучше керек. Давайте, онда қазір былай істейміз, достар. Джим статусымызды ашайық, аштық. Енді қазір адамдар келіп бастайды. И бізге не алу керек қой? Дұрыс, бізге ресепшонист алу керек. Бірақ екіншісін алу үшін бізге $2,500 керек. Ойбай. Міне, көрдіңдер ме? Қараңдар. Осылай суды жинайды. Күшті, да, достар? Так, онда пока что екінші ресепшонисттің орнына тұра тұрайық, достар. Әзірше заказдарды тоже қабылдайық. Мысалға, мына адам, то есть мына ресепшонист біздің жұмысымыздағы адам 10 секунд қабылдайды бір адамды. Өте, мынаны қараңдар, көрдіңдер ме? Кетіп жатыр адам. Адам кетіп қалды. Жақсы, дым етпейді. Қазір сенікін тез қабылдайық. Біз көрдіңдер ме? Тез қабылдаймыз, достар. Бізге буквально 5 секунд керек. Yes. Бізге ақша керек. Ойбай. Так, пикадур. Давай направо. Кеттік, оң жаққа. Бізге $100 түсті, қараңдар. Ал мына жақта бомба бар еді. Күшті. Так, енді сол жаққа. Рахмет. $150. Өте күшті. Ал мына жақта бомба болды. Так, енді күте тұр. Так, енді сол жаққа қайтадан. Қайтадан ақша түсті, достар. Өте күшті. Так, бомба мына жақта болды. Енді бомба мына жақта болады деген ойдамын. Да, шынымен $500 ұттық. Мынаны қараңдар. Так, $1000 ұта аламыз ба? Жоқ, болды. $950 берді бізге, достар. Кеттік, онда әзірше бізге level 11-де тағы да бір зат ашылады, бірақ оған әзірше ақшамыз жетпейді. Онда қазір, достар. Так, достар, машина кіріп, осы жерге тағы да біздер отдельный зона жасауға болады. Қараңдар. Осылай керемізде и мына жерге қоямыз. Әлде осы жерге қоя береміз ба? Осы жерге қоя берейік, достар, былай стенкіге қарай. Міне осылай қояйық. Көрдіңдер ме? 3 бар енді бізде. Так, exitті басамыз, back дегенді басамыз. Шығамыз бұл жерден. Buildқа барамыз и мынаны өзгертсек болады. Басқа жерге қояйық. Міне мына жаққа қарай қояйық. И бұны қазір әдемі қыламыз. Міне көрдіңдер ме? Осы жерге қойдық. Так, келесі машина аламыз и тағы да бұны осы жерге қоямыз. 1, 2. Болды. Қараңдар, енді бізде 6 жер бар. Осы 6 жерде кәдімгідей бизнеспен айналысатын боламыз тағы да. Одан да не алсақ болады? Одан да осындай, міне, осыны алайық, қараңдар. Сигма дейді. Сигманы алайық. Так, сосын тағы да бір портрет алайық. Мына жаққа қарай қойайық. Мынау қай жаққа тұрып қалды? Күте тұр. Мынау керек емес, бұл бізде керек емес жерде тұрып қалды. Бізге оны жаққа қарай қою керек. Стенкіге қою керек бұны бізде, достар. Так, күте тұрыңдар. Бұны бір стенка қарай қоймасақ. Стенкаға тұрмайтын сияқты. Жоқ, тұрады, достар. Болды, көрдім. Так, бұны мына жаққа қорайық. Болды. Сосын келесі бізде тағы да бір картинка көріп едім, міне осыны көрдім. Бұны біздер осылай, осы жерге қоямыз. Болды. Қойдық, достар, күшті. Енді қараңдар, біздің базамыз кәдімгідей, біздің базамыз деп ғой, достар. Біздің жаттығу залымыз кәдімгідей үлкен болды. Байқадыңдар ма? Қараңдар. Яғни сыртынан емес, ішінен кәдімгідей кіргенде 2 ресепшн тұрады. Осыны күшті әдемі Roblox фотосы тұр. Мына жақта да тұр. И мына жақта да тұр. Please give me a like деп тұр мына жерде.
Так, мына жақта сынып жатыр, біздің үлгермей жатыр, біздің Исак дегеніміз. Исакқа көмектесу керек достар. Исак үлгермей жатыр. Барлық жаттығу заттар сынып жатыр бізде. Қараңдар достар, мен модерн вал деген не екенін түсіндім. Бұны біздер осылай кереміз де, осылай жасаймыз. И қараңдар, бізде осындай күшті қабырға пайда болады. И бұл бізде әр қабырғаны жауып тұруға болады. Көрдіңдер ме? Так, бұл қабырғаны алып, осылай жауып тұрсақ болады. Міне кереміз де, осылай жабамыз. И мына жақты да осылай таза сызықпен жауып тастасақ болады. Қараңдар, күшті де. Енді біздер достар, қараңдар, қалай жасасақ болады. Осындай есікті аламыз. И осы жерге қоямыз. Қазір есікті алып. Болды достар, мына қараңдар. Енді бізде есік бар. Көрдіңдер ме? Так, мынаны біздер стенканы осылай қояйық. Міне болды, қойдық. Exit'ті басамыз. И қараңдар. Осылай есік арқылы кіріп шығуға болады. Кәдімгідей отдельный бір комната жасап қойдық. Ерекше әдемі болып тұр, қараңдар. Енді мына жаққа қарай осындай міне күшті рисункымыз бар. Look it in Sigma деген. Және де осындай жаттығу заттары бар бізде. Отдельный комната. Енді біздер достар, мына жаққа қарай тоже отдельно жасап алу керекпіз. Қазір сендерге көрсетемін қалай жасатын боламыз. Ол үшін бірақ бізге қалай жасасақ болады екен? Көрейікші. Көрейік, менеджер, ойбай, ол жерге емес. Buildқа кіреміз. Valves деген затқа кіреміз. И осы жерге барып, жоқ, бұлай жабуға болмайды екен. Бұлай жабуға болмайды екен. Неге? Себебі бізде мынау мешать етіп тұр. Онда қазір бұлай істейміз достар. Қараңдар. Valvesқа қайтадан кіреміз достар. И мына жерден стенканы таңдаймыз, қабырғаны. И енді қоя аламыз ба? Енді қоя аламыз достар. Қараңдар. Енді қоя аламыз. Енді біздер бұлай істейміз. Мына жақты полностью бұлай жабамыз достар. Сосын мына қайтадан decorationға кіреміз. Жоқ, walls дегенге кіреміз. Есік саламыз осы жерге. И қараңдар. Күшті өте әдемі болды. Қараңдар. Енді бізде екі түрлі комната бар. Міне жаққа кіргенде бізде осындай күшті атмосфера бар осы жерде. Байқадыңдар ма? Мына жақта бізде качаться ететін зал. Әр түрлі тренажерный заттар бар. Өте әдемі болып жатыр достар. Күшті дамып жатыр. Қараңдар. Маған күшті ұнап жатыр. Маған өте күшті ұнап жатыр. Бізде уже $1500 бар. И біз 11-ші уровенге жеттік. И жаңа зат ашылды бізде достар. Жаңа зат ашылды. Қазір не істесек болады? Енді біздер мыналардың заттары көп болғандықтан біздер кейбір заттарды сатсақ болады. Кеттік. Мынаны аламыз да, бұны алып біздер сату керекпіз. Sell. Себебі бұлар бізге арзан ақша алып келеді. Бұлар әзірше бізге керек емес. Так, сендер де сатамыз достар. Сендер көпсіңдер. 2 штук қалдырайық әзірше. 2 штук қалдырып, қазір көрсетемін сендерге. Так, бұны rotate жасаймыз достар. Осы жаққа қоямыз. Мынаны да алып move деп басамыз да, и оны осы жерге қоямыз. Так, мыналарды да алып, жайлап басқа жерге қоя берсек болады. Бұларды осы жерге қоя берейік. Move деген басамыз, тоже мына жерге қоямыз. Move осы жерге, и соңғысын тоже осы жерге қоямыз. Болды. Енді қатарынан әдемі тұр. Көрдіңдер ме? Төртеуі бір жерде тұр. Уже реттеліп қалды біздің мына жеріміз. Осы комнатадағы жаттығу залдағы заттарымызды дұрыстадық деп айтсақ та болады. Бізде жаңа ашылған затты қояйық. Бұл бізде $700 тұрады. Қараңдар. Бұл бізде уже көбірек жер алады. Біреу, екеу. Әзірше екеуін қойсақ болады. Бұлар деген жақсы ақша алып келеді деген ойдамын. Қазір көретін боламыз бұйырса достар. Қараңдар, міне, мына қыз келеді де көтеріп жатыр. И бұл бізге қанша ақша алып келеді? Көрейік. Бұл бізге $26 алып келеді. Ей, мынау сындырып тастады ғой. Мынаны да жөндеу керек. Ана сындырып тастады. Не үшін сындырып тастадың, а? Айтшы маған. Тағы да осылай екеуін қойсақ болады, жоқ, тағы біреуін қойсаң болады. Ой, жоқ, күте тұр. Мынау басқа жаққа қарай айналып кеткен. Бұл бізге керек емес. Бізге бұны басқа жаққа қарай аударту керек. Опа, болды. Міне. Көрдіңдер ме? Әдемі ауысты. Енді бізде осындай велосипед жүгіретін 5 жеріміз бар. Және осындай гантель көтеретін 2 жеріміз бар. Штанга көтеретін 2 жеріміз бар. Есігіміз бар достар, өте әдемі. Так, енді бізге не жетпей тұр? Бізге декорация жетпей тұр тағы да. Декорацияға кіреміз достар. И осы жерге кактус қойсақ болады. Кактус қойық, 2 кактус әдемі, кәдімгідей входтың дәл алдына кіре берістен 2 әдемі кактус қойдық. Осы жерде бізде 2 адам жүр, мынаяқта тағы да 2 адам, и мынаяқта чисто бізде гантель көтеретін жер ғой, қараңдар. Тек гантельдер тұр. Ну, әзірше болады достар. Әзірше тұра берсін, басқа бізде вариант жоқ. Мына жерге де әдемі рисунок қоюға болады, қараңдар. Осыны аламыз, келеміз. И small mirror panel, мен оны түсінбедім не екен, бірақ осындай аламыз да, и мына жерге қойсақ болады, көрейікші. Так, бұны міне ауыстырамыз.
осылайынан қоямыз и болды. Міне қойдық, қараңдар. Өте әдемі болып тұр. Сосын мына жаққа тағы да біреуін қойсақ болады, бірақ мынандайын қояйық. Міне. Көрдіңдер ма? Енді вообще әдемі. Кәдімгідей мені клиент ретінде есептеп көріңдер, достар. Қараңдар, мен қазір келем, осылай кіремін и біздің кіре берісте осындай күшті рисунок тұр, екі күшті рисунок, екі есік тұр, екі вход и біздің ресепшеніміз. То есть осылай келеміз, заказымызды қабылдайды, төлейміз и кіреміз. И осы жаққа кіреміз, осындай залымыз бар. Сосын барып екінші залымыз бар тағы да. Өте әдемі және өте күшті. Әзірше маған, достар, осы қазіргі шығып жатқан затымыз өте күшті ұнап жатыр. Маған кәдімгідей өте өнерлі болып көрініп тұр мен үшін, достар. Қараңдар, екі ресепшн, осындай күшті кішкентай талдарымыз бар, кактустарымыз бар, рисунктарымыз бар. Бірақ бізге әлі, достар, өте көп левел көтеру керек. Біз қазір тек 11-ші левелдамыз. Келесі левелға көтеру үшін біздер 1430 XP керек, бірақ бізде әзірше 1100 XP бар. Оны жеткізу үшін бізге талай уақыт керек сияқты. Сосын барып 13-ші левелде бізде жаңа зат ашылатын сияқты. Бір көріп жіберейік. Иә, міне 13-ші левелде жаңа зат ашылады. Ресепшндан көрейік. Ресепшн бізде 14-ші левелде ашылады. Келесі ресепшн. Ал келесі декорация бізде, достар, 14-ші левелде ашылады. Бірақ мен ойланып тұрмын, достар, мына жерге бір затты қойып жіберсек болады. Қараңдар, бір затты қойып жіберейік. Міне осыны аламыз и осы аударып, міне осы жерге қойсақ болады. Просто біреуін. Жай ғана біреуін осылай келеді, коридордан осылай штанганы көтереді и кетеді. Қараңдар, міне шынымен келді. Қараңдар, уже бір адам келді. Көрдіңдер ма? Осылай көтерді де и болды. Барады. Әр қарай жұмысын жасайды. Осындай келіп, мына жақта уже гантель көтеретін болады. Қараңдар, достар. Ақша алғым келе ме? Конечно, алғым келеді. Кет, қайтадан есік таңдайық. Оң жақты таңдаймыз. Оң жақта бізге ақша түсті. $100 түсті. Күшті. Сол жағымызда бомба болды. Так, енді сол жағымызды таңдайық. И, ойбай, бомбаға түсіп кеттік қой сразу. Қалай болғаны бұл? Жақсы. Зато $100 ұттық, достар. Зато $100 ұттық. Өте күшті. $100 ұттық. Мен түсінбей атқаным, достар, неге біздің залымызға адам саны өте аз келіп жатыр. Бізде бірақ 2 жұлдыз, достар, қатты күшті деп айтпасақ та болады. Қараңдар, бізге не жетпей жатыр. Сервис бізде өте күшті. Машиналар тоже қатты күшті емес деп тұр. Міне көрдіңдер ме? Бізде бірақ бізде уборка өте жаман деп тұр. Яғни бізде көп осындай жаман заттар жатыр. Су ағып жатыр, немесе бір зат сынып жатыр. Біздің уборщигіміз үлгермей жатыр, достар. Ол үшін бізге тағы да бір уборщик сатып алу керек. Бірақ ол $2,500 тұрады. Қазір онда осыған ақша жинап, осын сатып аламыз. Себебі отзывтарға қарасақ, көрдіңдер ме? Міне 2 жұлдыз болды. Енді жаңа көмектескеніміз үшін 2 жұлдыз болды. Бізге онда 2 адам керек. Біреуі бізде ешқалай үлгермей жатыр. Көрдіңдер ме? Міне бұның аты кім еді? Элла Хайс. Көрдіңдер ме? Мына жақта тағы да бір жерде сынып жатыр. Міне, көрдіңдер ме? Бұл жерде бізде су ағып жатыр. Ал Элла бізде үлгермей жатыр. Сондықтан Эллаға көмектессек, бізде жұлдыз санымыз тағы да көбейді. 2 жұлдыз болды. Так, бізде normal bench деген пайда болды. Біздер бұл отыратын орындық. Бұны қай жерге қойсақ болады, достар? Бұны бір әдемі жерге қою керек, еш жерге мешать етпейтіндей. Ол үшін біздер мынаны сатып тастау керекпіз, достар. Сансылды басамыз, мына екеуін талдарды сатып бастаймыз, себебі бізге қазір әдемірек жасау керек біздің жерімізді. Ол үшін бізге морға қайтадан кіреміз, normal bench'ті аламыз, и бұны қай жерге қойсақ болады? Неге бізге бұл жерге қойылмай тұр, мен соны түсінбей тұрмын. Мына жерге қойсақ бір түрлі ғой, наоборот. Онда қараңдар, мынаны әзірше сатамыз, sell, кешір, бірақ сен бізге уже мешать етіп тұрсын, досым. Сондықтан сені сатып тастадық. Бұны алып, достар, міне, енді қоюға болады. Екеуін қоямыз дәл осы жерге, осындай күтетін жер, яғни осылай отырып, демалып деп айтсақ та болады. И міне диспенсерді қою керек, осылай. Тағы да біреуін осы жаққа қояйық, достар. И мына жаққа да бір жерге тағы да біреуін қою керек, осы жерге. Міне, осы жерге біреуін қояйық и жаңағы біздің мына бөлмеге қояйық тоже бір жерге. Міне, где-то осы жерге қойсақ болады, немесе мына жаққа қарай. Жоқ, мына жаққа сыймайды екен. Жаққа сыя ма? Жоқ, мына жерге де сыймайды екен. Сондықтан бұны біздер, достар, осы жерге қоямыз. Көрдіңдер ма? Енді әдемі болып тұр. Енді біздер осылай шығамыз. Әр бөлмеде енді су ішетін жер болады, достар. Мына бөлмеде бар бізде. Так, мына бөлмеде бізде екеуі бар. Біреу біздің персоналға, біздің жұмыс жасайтын адамдарға осы жерден ішеді, ал келген адамдар осы жерден ішетін болады. Так, келесі бізде. Қараңдар, достар, селебрити келді. Роналдо келді. Офигеть.
мынаны қараңдар, шынымен достар, Роналду келді. Қазір Роналду не істейтінін көрейікші. Бұл қай комнатаға барады? Сол жақтағы комнатаға бара ма, или оң жақтағы комнатаға бара ма? Көрейікші ал. Так, қайда барасың досым? Сен мына жаққа кіресің ба? Ойбай-ай. Так, не істейін деп жатсың сен? Так, бұл бізде гантель көтеріп жатыр. Енді так, $70 берді. Ё-моё. Ойбай. Так, ол енді мына жаққа кірді. Мына жақта не істейді ол? Жүгіреді. Жүгіріп бұл неше доллар береді? Тағы да $30 берді. Ё-моё, тағы да штанга көтереді. Бұның күші деген өте көп екен, достар. Өте көп екен. $130 берді. Болды, шықты. Минутқа кетем деп 10 минутқа кетіп қалып, достар. Біздер 16 уровеньге жетіп қалдық. Қараңдар, қазір 1, 2, 3 и 16 уровень келдік, достар. Мынаны қараңдар, 16 уровеньге жеттік. Енді, достар, әзірше біздер кіреміз. Қай жерде еді? Менеджерге басамыз и жауап тұрамыз. Біз өзіміздің жаттығу залын жауап тұрамыз. Енді бізге кішкене өзгерту керек залымызды. Так, біздер кіреміз, билдті басамыз, мынаны біздер сатамыз. Мынаны да келеміз де сатамыз. Екеуін де сатып тастаймыз и бізге ресепшнға кіріп, осында үлкен ресепшн алу керек. Бұл жерде енді бізде неше адам жасайды? Бір адам жасайды, бірақ бұл ресепшн тезірек қабылдайтын болады адамдардың санын. Так что, так, сансылды басамыз енді. Енді бізге тағы да бір машина пайда болды. Көрейік, бұл бізге йога стейшн дейді. Йога стейшнді қайда қойсақ болады? Бізге ойлану керек, достар. Бізге орын аз, орын қатты көп емес, сондықтан бізге ойлану керек жақсылап тұрып, бұны қай жерге қойсақ болатынын. Біздер қазір магазинді полностью өзгертсек болады. Қалай жасасақ болады? Қараңдар. Қазір кіреміз. Мыналарды сатсақ нештеңге береді бізге? Дәл сол ақшасын бере ма? Барлығын сатып тастаймыз, достар, и барлығын өзгертетін боламыз қазір. Көресіңдер. Так, мынаны барлығын жабамыз, мынаны алып тастаймыз, барлығын сатып, қазір дизайнды өзгертетін боламыз. Итак, қараңдар, достар, біз барлығын сатып тастадық. Көрдіңдер ме? Барлығы сатылды. Енді мынаны да сатып тастайық, мына картинканы да. Енді біздер не істесек болады? Біздер ресепшнді мына жерге қойсақ болады. Дәл есіктің алдына қойсақ болады, яғни немесе осылай дәл есіктің алдына қойсақ па деп ойланып тұрмын. Солай қойып көрейікші ал. Қалай болады екен? Көрейік. Так, мынаны да біздер қай жерге қойсақ болады? Бұны, короче, достар, былай істейміз. Қараңдар. Бұны біздер мына жерге қоямыз да, и мынаны алып мына жерге қоямыз. Тоже қасына қоямыз. И қазір біздер күшті стенка жасайтын боламыз. Қараңдар. Так, модерн валды аламыз. И бұны былай қойып, міне осы жерге алып баратындай қоямыз. Міне көрдіңдер ме? Қара түсті. Енді бұны біздер былай алып барамыз. Міне осы жерге қоямыз. Бұны осы жерге дейін апарамыз. Міне апардық. И мына жерден жабатын боламыз. Көрдіңдер ме? Әдемі болып тұр. Кәдімгідей қараңдар. Осылай біздің офиске кіреді. Мына жерге қазір рисунок қоятын боламыз. Оңға бұрылады. Осы жерден билеттерін, заказдарын алып, яғни біздің жаттығу залына кіру үшін өздерінің заказдарын, билеттерін алады. Сосын барып біздер волсқа қайтадан кіреміз и осы жерде есік салатын боламыз. Есікті біздер қай жерге қойсақ болады? Бірінші жабу керек екен. Хорошо, бірінші полностью жауып тастау керек. Міне осылай жауып тастаймыз и есіктің қоңыр есік алайықшы. Қоңыр есік алып, қараңдар, достар, есік бізге мына жерге қойылмай тұр, мен неге екенін білмеймін. Сондықтан біздер осы жерге қояйық, достар. Бұл бізде бесплатно. Осы жерден кіреміз и осындай үлкен залымыз ашылады, яғни. Бұлай жабамыз, міне осылай жабамыз и бұл жерде бір комната болатын болады и мына жақты тағы да жабамыз, достар. Міне болды, жабылды. Енді біздер не істесек болады? Енді волсқа кіреміз қайтадан и осы жерден есік жасаймыз. Бір есікті осы жақтан жасаймыз, қараңдар. Мына жерде кішкентай бөлме болады, мына жақта да кішкентай бөлме болады и мына жақтан тағы да бір есік жасаймыз, достар. Көрдіңдер ме? Енді бізде тағы да бір бөлме ашылды. И енді не істесек болады? Мына жақты жабамыз біздер. Полностью осы жақты жабамыз. Болды, жаптық, достар. Енді мына жақты тағы да жапсақ болады. Осылай келеміз де, міне осылайынан жабамыз, достар. И мына жаққа тағы да бір есік қондырамыз. Болды? Қараңдар, енді бізде кәдімгідей залымыз одан да үлкен болды. Қазір көрсетемін сендерге, достар. Қараңдар. Міне мына жақтан кіреміз. Қазір мына жаққа сразу орнатып жіберейік, достар, декорацияны. Декорейшнға кіреміз и біздер қайсысын орнатамыз? Міне осыны орнатсақ бола ма? Осыны орната аламыз ба? Так, жоқ, бізге бұлай керек емес. Міне осылай керек. Опа, болды. Орнаттық и бізде жоқ, әдемі болып тұрған жоқ, достар. Керек емес. Бұл әдемі болып тұрған жоқ. Бұны сатып жіберейік. Кешірерсің, маған ұнамай қалды. Декорейшнға қайтадан кіреміз.
И біздер қайсысын аламыз? Так, қазір көрсетем. Қайда еді? Міне, осыны аламыз. И мынау әдемі болып тұр. Please give me a like деп тұр. Кәдімгідей әдемі болып тұр. Так, сосын барып, екі ресепшеніміз тұрады. Бұлар заказ қабылдайтын болады. И осы жерге бірінші декорацияларымыз емес, машиналарымызды қойып бастайды. Бұл жерге қандай машина қойсақ болады? Бұл жерге йога қойсақ болады, достар. Йога қойсақ болады. Бір йоганы қоямыз осы жерге, достар. И сосын барып, турник қойсақ болады. Мына жерге бір турник қоямыз, сосын барып, бір осындай жүгіретін жерді қоямыз. Әдемі болып тұрған сияқты менің ойымша. Сосын дампелді аламыз, міне осы жерге қоямыз. Бірақ бұны кішкене өзгерту керек. Дампелді біздер сансылды басамыз, move деген басамыз, и бұны кішкене стенкаға қарай қоямыз. Қабырғаға қарай. Міне, болды, қараңдар. Бірінші комната осындай күшті. Бір-бірден заттар болады. Менің ойымша өте әдемі сияқты. Так, мына жаққа кіргенде әлі салатын боламыз. Қазір көрсетемін сендерге бұл жерге не салатынымызды. И міне, осындай үлкен комната бар. Осы үлкен комнатаға біздер заттарды толтырып тастау керекпіз. Бұған не толтырсақ болады бұл жерге? Бұл жерге бірінші очередь мынандай толтырсақ болады. Міне, екеуін осындай қоямыз. Сосын барып, ақшамыз уже азайып қалды. Сондықтан қазір біздер әзірше ақшамыз жетпейді. Так, мынаның нешеуін қойсақ болады біздер мынаға? Так, біреу, екеу, үшеу. Мына осы штангаларды қоятын боламыз. Болды. Әзірше ақшамыз жетпейді. $280 бар. Біздер онда қазір келіп, біздің залымызды ашайық. Залымызды келіп ашамыз, менеджерді басамыз. И болды, достар. Келе берсеңдер болады. Кіріңдер. Давайте. Біздің жаңа күшті ремонтталған залыма келіңдер. Қараңдар. Осы келеді. И міне чек-ин жасап, осы жерден тіркелетін болады. По очереди. Міне бірінші орын бар, міне екінші орын бар. Әдемі тіркеледі, осы жерге келіп залды тренироваться етіп бастайды, достар. Достар, ал егер де сендер осы режимнің жалғасын көргіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркеліп кетің. Және де келесі видео осы ойынның жалғасын түсіретін боламыз. Сендермен болған мен Турбо Қазақ. Барлықтарыңа қош сау бол. Күндеріңіз сәтті өтсін.